келді таңғылмайды. Қайырқандай бауырым аманбысың, қас жүйріктей сан жерде алдың бәйгі. Әлімнің өткен жолын қарап тұрсам, кәсіп жасап білегін талдырмайды. Жұмыс таппай сенделіп жүріп алсаң, көңіліңде салтанат сән құрмайды. Менің саған мынадай кеңесім бар, тыңдайтын құлақ болса қорқылмайды. Ибрагимдей ағаңнан жұмыс сұрап, түсіндіріп айтсаңшы барлық жайды. Олаған көмек сұрап келген жанның жолын байлап жолына тор құрмайды. Жетінге де жәрдемдесіп жесірге де тағдырдың аязына тоңдырмайды. Олаған ел дегенде елін қағып, сабырлы жан ашуға алдырмайды. Сені де көп кешікпей жұмыс қалар, қалай ғана бағыңды жандырмайды. Бір елдің көшін сүйреп жүрген ағаң бір ақынды жұмыссыз қалдырмайды. Ақындармен толығып сахнашын, ақ берендей айға дөп атласын. Егер сені жұмысқа қабылдаса, біраз уақыт дұрыстап бақыласын. Тұрпатың ебедейсіз көріндеді, ептілікпен жоқ екен қатынасын. Дәулет нанға аспазшы бол дейін десем, ол жерде олақтықтан опынасың. Күрекпен жер қазат деп айта алмаймын, бақайыңды шауып ап бақырасың. Күзетші болуға да ебің жоғау, ұйықтап қап шығынға батырасың. Сен одан да НСС-ке жұмысқа бар, қызметің күннен күнге сатыласың. Мамандығың филолог емес педі, сөйлегенде тілден бал татырасың. Қолыңнан көп ештеңе келмесе де, бәрін сырттай бақылап отырасың. Содан соң кімдер не деп жатқандығын бастыққа жеткізуді қатырасың. Қатесі үшін қосынау термешінің, қалың елден сұраймын мен кешірім. Қолына күрек ұстай алмайды-ау деп жел сөзбен ақтаруда желге сырын. Мен өзім жалаң төстің ұрпақ едім, ерлігімен танытқан елгесімін. Қолына күрек түгіл найзасын ап, қорғаған қас дұшпаннан төрбесігін. Бұл жаққа Ақтөбедей жерден келдім, жөн шығар бел кеткенше белдесуім. Ол Ақтөбе отаны ақтарының шығарған Берсеевтің белдесімін. Сондықтан күрек ұстай алмайды деп айтылмасын дәлменде ергесінің. Күрек ұстау дегенің не тәйірі, мен талай тектілердің теңдесімін. Кетпен мен ақтардан тау тұрғызған, шыған ақ Берсеевтің жерлесімін. Тентек адам тап болар төбелеске, кекшіл адам тап болар келемешке. НСС-ке жұмысқа кіріп алып, бастыққа сөз тасы деп желеп өспе. Ибрагим жайлы жұрттың айтатыны бәрібір жақсы сөзбен жөн емес пе? Өйткені Ибрагим ағамыздың көз ашық көкірегі кен емес пе? Мысалы осын ботқан талай адам Дәулет нанның ақ нанын жедемес пе? Ел кеткен еңбегінің арқасында еңгемі тең болып тұр Эверестке. Нан сатып наубайхана ашқан менен, намысын сатпай тұғын еремес пе? Ақындар алқа топта сайран құрсын, көрерменнің көңілін жайландырсын. Сөз таситын жұмысқа кіріп ал деп өйтіп маған тегізген пайдан құрсын. Филолог сөз таситын адам ғой деп қапияда қалт кетті-ау қайран жыршың. Филологты өсекшімен шатастырып, сахнада сандуғаштай сайрап жүрісің. Қалымбек жан-жағыңа бір қарап қой, бұл сөзіңе қазылар байлам қылсын. 3000 кітап оқыған Садат ағам
филолог қой сол сені ойландырсын. Сөз құны өз құның деп айтат қазақ, ал сен болсаң сөзбенен ойнап жүрсің. Сен айтпақшы теңгенің құрдасы боп 93-те туылған Айдарлы ұлсың. Сондықтан бұған несін таңғалайын, бұлғай бір оңып тұрған ой қалдырсын. Құлдыраған теңгенің құрдастары құнды сөздің қадірін қайдан білсін Бұл елге болу үшін балаң әйгі кінә тағып жанымды жаралайды. Бар филолог өсекші дегенім жоқ, неге бұл мені сонша табалайды? Мен сені қайрау үшін айтып едім, қарызға қарсы қойып қаралайды. Сен бірақ өз салаңа шорқақсың ау, сөздерің деңгейіңді шамалайды. 3000 кітап оқыған филолог деп айтып өттің Сағадат аға жайлы. Олардың мына сенен айырмасы сөз құнын өз құным деп бағалайды. Кітапты өз оқиды, сен сияқты біреудің оқығанын санамайды. Бауырым деп ашып ем саған құшақ, бұл бірақ қадалғаннан қадалғышақ. Құнсыз теңге құрдасы деп қояды, қаржыны түсінетін маман құсап. Шалаң төстей батырды алға тарттың, айтатұғын кеп тұр деп табанды сәт. Шығанақтың жерлесі болсаң дағы, маған айтар келіп тұр орамды сәт. Сен несіне кеудеңді керіп отсың, қысылғанда алдыңа бабаңды сап. Шығанақ Берсейіптің тарысына тардай үлес қосқан адам құсап. Тұрғанда жер көтеріп аспан демек, айтайын ел алдында дастан бөлек. Сүлеймендей бауырым тірісінде қиындыққа тап келсе қашқан жоқ ед. Шетелден білім алып елге оралып, іске асырсам деп жүрген жоспары көп ед. Әрбір жас Сүлейменнен үлгі алса кен, барымын деп асқан жоқ ед, тасқан жоқ ед. Мен қазіргі жастарды айтар болсам, пікірімді қалың ел растау керек. Студент боп оқуға түскеннен соң жиғанын ата-ананың шашпау керек. Сессияны жаптырып параменен лекцияны тыңдамай қашпау керек. Одан соң қызықпенен думан қуып, ібіліс басқан ізді баспау керек. Жасынан ғылым менен білім қуып, ойдағы жамандықты тастау керек. Ұлтқа деген ұлтжандылық қасиетті негізі тал бесіктен бастау керек. Бұл қоғамға кер тартпа жандар емес, Сүлеймендей саналы жастар керек. Назарыңды болмасқа бұрып алдың, сөзіңді сен теріске қылып алдың. Мен талай тектілерге теңдеспін деп, өзің тектілерге теңдесін қылып алдың. Өзіне артық баға беру деген деңгейі емес пе еді құрғанның. Шалаң төспен шығанаққа жерлеспен деп әйтеуір бір жағына шығып алдың. Өз атыңнан айтарың болмағасын, бабаларды алға қойып бұрып алдың. Атыңменен мақтанар күн туыс екен, атағымен мақтанбай ұлылардың. Өз орнын таппай жүрген өнердегі Ғалымбек бұл айтыстың өлері мені. Бірақ та ұят бұлдау бұл ағамның ұлылармен мақтанба деген жері. Одан қандай олқылық көріп тұрсың,
жатсы керде ереңбегі. Қай жаққа келгеніңе бір қарақ қой, бұл жаққа мен жақынсың сен жақынсың менен көрі. Бұл аудан ұлылармен мақтанбаса дәл осындай шешімге келер ме еді? Махаббатын дәлелдеп бабасына Махамбеттің есімін берер ме еді? Күдік теңіз болғанда үміт қайық, теңізді жүзіп өтсін тіліп қайық. Атасын танымайтын арсыздары көп, шікірейіп жүргенмен шіріп байып. Ал мен болсам мақтанам бабам менен, оған бола көңілді суытпайық. Өйткен олар күн кешкен жылап жүріп, ұрпағым күн кешсін деп күліп байып. Сондықтан да мақтансам ұлылармен тақпасын қайырғандай жігіт кайып. Бүгінгі азат күн үшін олай болса кешегі ұлыларды ұлықтайық. Су ішіп шөл қандырып жатқан кезде құдық қазған жандарды ұмытпайық. Адалдың Құдай берер тілеуіне, арамдық себеп болар жүдеуіңе. Қаршадай боп қаншама жақсылықты жасады Сүлеймендей ұл еліне. Білім іздеп шарлаған жердің жүзін тек қана сеніп қоймай білегіне. Түркия мен Лондонда ізі қалып, ақыл ойы айналған тірегіне. Одан кейін еліне оралған соң жұртының қамын ойлап жүдеді де, халықты арзаннан мен қамтимын деп, ел үшін еңбек ет тау үшін егіле. Дәулетін босқа шашпай зауыт ашып, дәулет нанды ұсынды бұл еліме. Келместің кемесіне мініп кетті-ау, қызық көрем дегенде міне. Әй, бірақ та жақсының ат өлмейді, ажалдың ілінген мен шідеріне. Сіздердей жұрты барда мен кепілмін Сүлейменнің мәңгі өмір сүреріне. Жұмыр жерді бүктеп салса сиятындай, Сүлейменнің жұдырықтай жүрегіне. Қотырат үйір болар Соқыратпен, Соқырат үйір болар Қотыратпен. Жұрттың оқығандарын санап жүр деп, жүрісін жасап отсың шахматпен. Сенің де қадамыңды бір санайын, құлақ түрсе сөзіме атырап кең. Атыраудың әкімі өткен жолы, танылғандар жинады ақынатпен. Барды ғой атыраулық барлық ақын, бастаған Жәнибадай батыл әпкем. Арасында Ғалымбек бар мекен деп, газетті оқып едім бақылап мен. Бірақ сен ол жиынға бармай қапсың, байлансың әлсізбет Акмиятпен. Әкімге айтатындай әңгімем жоқ, дебейіңде шалқаңнан жатып аппең. Өз ойыңды ортаға сала алмастай, өмірден көп нәрсені тоқымаппең. Әкіммен бір деңгейде сөйлесердей, конец власть дейді оқымаппең. Алдынан қорған қылып сүрейлерді, азуын айға қарап білей берді. Әкімдерге айтарымды айтысты айтқан, мынауың сөзді түсінбей үдей берді. Конец власть дейді не қыласың? Сүлейменнен алсайшы примерді. Мысалға Сүлеймендей бауырымыз елінің амандығын тілей берді. Елінің әкесінің атағын алға тартпай, қияшыңда Құрандай түлей берді. Ай, бауырым
конец свет дейді, емес мен ау алға тартам бауырым Сүлейменді. Қайырхан, мойныңды бұр қара бері, сен едің Ақтөбенің қара кері. Жаңа сені сөз тасиды деген кезде тіліңмен шаншып өттің жаңа мені. Жауын байып нұр болдың түйіндерін шумағыңнан байқаған ағаң еді. Әдебиет ардың ісі емес педі, айтыстың да дәл солай талап еді. Біреудің сөзін айтып нағыласың, қазылар шүйлігеді саған енді. Інісінің шумағына тойып алып атасымен мақтануы жаман еді. Айтыстың жүлдесіне ілікпей қап, мамасын ақ келмесе жарар еді. Жанады деп өлеңнің оты қашан, жөн болды ақындарды бақыласаң. Нұр болдың сөзін айттың деп қоясың, жұқтырғың келіп тұрма атымасаң. Ол қазақтың ежелгі мақал еді, айтылатын кезгелері деп емі сәті қашан. Мақалды нұр болдың сөзі деп отырсаң, жараспас бет дәл бұлай тоқырасаң. Қой енді сен мен әңгіме айта алмаймын, мақала түгіл мақал оқымасаң Қазақ тілі мақалға бай тіл боп еді, түйені шөктірердей жойқын боп еді. Қазақтың тілі қандай бай екенін Сүлейменді мысал қылып айту керек. Алақанда түтілмес түбіт жаман, айтқан сөзге түсінбес жігіт жаман. Ал жігіттің төресі Сүлеймен ғой, арзан атақ байлыққа құнықпаған. Түркия мен Лондонда білім алып, төрт бірдей тіл меңгерген білікті адам. Жүрсе де әлемнің қай бұрышында қазақ тілге қабағын суытпаған. Әйтпесе елімізде шенділері көп, ана тілдің адымын құрықтаған. Орысшаға келгенде орақ орып, қазақшаға келгенде түк ұқпаған. Дәл солар Сүлейменнен үлгі алмай ма? Қазақтың атына шаң жуытпаған. Сүлеймен пайғамбардай болмаса да, ұлтының ұлылығын ұлықтаған. Ол құсап аңның тілін білмесе де, ешқашан ана тілін ұмытпаған. Биылға азық болмас былтыр қасың, бір күн қосал боласың, бір күн басың. Осы менен айтысты тәмамдайық, Садат аға микрофонға ұмтылғасын. Елімде күнде айтыс болып, ақынның көмейінде жыр туыласын. Жаңа Қазақстаным жасай беріп, тоның тозып жағамыз жыртылмасын. Әрдайым тек оңыңнан айың туып, басыңа күн туатын күн тумасын. Осы ақынымызға бір қошемет болсын. Өте жақсы айтыс болды, сыйлы айтыс болды кәдімгідей.